Мынау адамдар үшін ең қорқынышты нәрсе не екенін білесіз бе? Жоқ, пауықтар немесе биік жерлер емес. Бұл хабарлама. Біз саған 1 сағаттан кейін келеміз деп жазу. Ал біреулер қуанышпен есігін ашады да, үстел дайындайды, басқалары бір ғана оймен, нағыз паника сезімін бастан кешіреді. Қонақтар. Және бұл олардың сізді сүймейтіні деген сөз емес. Бастайық. Көптеген адамдар үшін үй тек 4 қабырға мен төбесі ғана емес. Бұл олардың жеке әлемі. Мұнда олар жұмыс кезінде, көлікке отырғанда, тіпті достармен болғанда, күн бойы киіп жүрген масканы түсіріп, толықтай демала алады. Енді елестетіңіз, сіз күн бойы бір рөлді ойнап жүрсіз. Шаршаған кезде жымиып, келіспегенде бас изейсіз. Сөздерді таңдап, бет әлпетін бақылайсыз. Дауыстың тонусына мән бересіз. Ал үйде ең соңында демала аласыз. Ескі футболкамен жүріп, мысықпен сөйлесіп, кастрюльден тікелей тамақ жеп, 3 сағат бойы шашымызды тарамайсыз. Ал осы киелі тыныштық аймағына біреу кіруге тырысады. Ең сүйікті адам да сол сәтте шекараларды бұзушы болып көрінеді. Бұл жеке емес, бұл табиғи инстинкт. Енді қонаққа шай ішуге шақырған кезде адамның миында не болып жатқанын көріңіз. Олар ойлайды: Құдайым, менде полканың үстінде шаң бар. Ал қабырғаларым бояусыз, диваным ескі. Олар мені алаяқ, немесе менің талғамым жоқ деп ойламай ма? Немесе мен кедей тұрып жатқанымды байқай ма? Қызықты нәрсе неде болса, сіз бұл шаңды байқамайсыз. Бірақ перфекционист үшін үй бұл олардың өздерінің жалғасы. Әрбір жуылмаған шыны, әрбір кілемдегі дақ бұл сияқты жеке кемшілік оны көрсетіп жатыр. Бұл адамдар өз үйлерін интернеттегі мінсіз суреттермен салыстырып. Әрине, олардың қарапайым пәтері фотошоп пен кәсіби түсірілімнен жеңіледі. Нәтижесінде олар қонақ шақыруды мүлде қаламайды. Себебі оларды айыптайды деп қорқады. Ал кейбіреулер үшін бұл шексіз тұйық шеңберге айналады. Олар қонақтарды шақырмайды, өйткені үйі идеалды емес. Ал үй ешқашан идеалды болмайды, өйткені талаптар үнемі көтеріледі. Осылайша адам жылдар бойы өзін өзі оқшаулап, өзі жасаған оқшаулануға түседі. Бірақ күт, бұл әлі бәрі емес. Бар адамдар категориясы бар. Олардың мәселесі мүлде басқа деңгейде. Қазір маңызды нәрсе айтылмақ, оны көпшілік түсінбейді. Интроверттер үшін қарым-қатынас бұл тек әңгімелесу емес. Бұл үлкен энергияны сарқитын процесс. Қашан интроверт сізбен кафеде кездессе, ол үйде барып қалпына келіп алады. Терезесін жауып, тыныштықта болып, қайта қуаттанады. Бірақ қонақтар оның үйіне келгенде баспана жоқ. Ол тығылып, тынығатын жер жоқ. Қонақтар кеткеннен кейін де пәтерде ұзақ уақыт бойы бөтен энергия қалады. Бұл интроверттер мизантроп немесе социопат болғандықтан емес. Олар сөйлескенді ұнатуы мүмкін, сол адамдарды жақсы көре алады. Бірақ олардың жүйке жүйесі олай жасалған. Олар қалпына келуге көбірек уақыт қажет етеді. Ал үй бұл бірден бір орын. Мұнда олар қалпына келіп, тынышталуға болады. Қосымша бір аспект бар. Қонақта болғанда шаршаған кезде үйге қайтуға болады. Бірақ үйде қонақтар келгенде сіз жағдайдың тұтқыны боласыз. Әрқашан қоштасу уақытын айту ыңғайсыз болады. Сіз күлімсіреп, әңгімелесуге тырысасыз, бірақ қуат таусылып барады. Біле білсеңіз, ең парадоксалды нәрсе не? Бұл адамдар нейтралды жерде компанияның жаны бола алады. Өйткені олар өз шекараларын басқара алады. Ал шекаралар жайында айтатын болсақ, міне, ең қызықтысы осында басталады. Кейде адамдардың үйіне қонақтарды кіргізбеуінің себебі ескі жаралар. Елестетіңіз, бала шағында ата-анасы үнемі қонақтарды ескертусіз үйге шақыратын отбасыда өскен бала. Үй қонақтар үшін өту алаңы сияқты болатын. Жеке өмір, жеке кеңістік жоқ. Немесе одан да жаманы. Қонақтар баланың сырт келбетін, істеген ісін, тәртібін сынайтын. Немесе басқа бір оқиға. Бір адам бір кездері достарын шақырды, бірақ олар мас болып, үйде тәртіпсіздік жасады. Бірдеңені сындырып, сыйламаушылық көрсетті. Осындай тәжірибеден кейін ми қонақтар тең қауіп деген қорытындыға келеді. Сондай-ақ қорғаныс механизмі іске қосылады. Ешкімді шақырмау. Тағы да осындай жағдайлар болады. Адам уытты серіктес немесе туысқандармен бірге тұрады. Олар үнемі ұрысып, адам ұяттан қорқады. Егер қонақтар ұрыс тыңдап қалса не болады? Егер ұрыс салдарын көріп қалса не болады? Сондықтан ешкімді шақырмау жеңіл.
Осы жағдайлардың бәрі үй мен бақылап отырған жалғыз орын деген сенімді қалыптастырады. Мен ешкімге бұл мүмкіндікті бермеймін. Бірақ тағы бір себеп бар. Ол туралы ешкім көп айтпайды. Кейде адамдар қонақтарды шақырмайды, өйткені өмір сүру деңгейіне ұялады. Бір бөлмелі пәтерде тұрып, барлық достары кен пәтерлерде. Ескі жиһаздар, көне техникалар, жөндеу соңғы рет динозаврлар заманы кезінде жасалған. Сонда түсінесіз, егер достарыңызды шақырсаңыз, олар айырмашылықты байқайды. Олар сіздің олардың сияқты өмір сүрмейтініңізді түсінеді. Олар бір сөз айтпаса да, олардың көздерінде аяушылық немесе мүсіркеу болады. Бұл әсіресе ауыр. Себебі адам өмірін жақсарту үшін көп жұмыс істейді, бірақ нәтижелер баяу келеді. Әр қонақтың келуі сіз қалаған нәрсеге жетпегеніңізді еске салады. Сіз әлі осы ескі пәтерде осы тозған жиһаздармен тұрып жатырсыз. Ал ең қайғылысы не? Көп жағдайда бұл сезімдер негізсіз болады. Шынайы достарға сіздің диваныңыздың қандай екені бәрібір. Бірақ ұят иррационалды сезім. Ол логикаға бағынбайды. Тағы бір жағдай болады, және ол да қиын. Парадокс, қиындықтар тек кішкентай өмір сүретіндерде ғана емес. Жақсы өмір сүріп жатқан адамдар да қонақтарды шақырудан қорқады, бірақ басқа себептермен. Олар қызғаныштан қорқады. Олар достарының оларды талқылайтыннан қорқады. Мұнда бір нәрсе айтылуы мүмкін, бірақ оны ешкім ашып айтпайды. Қонақтар бұл хаос. Ал олар үшін тәртіп керек. Үйде қонақтар болса, бәрі жоспарланғандай болмайды. Қашан кететінін білмейсің, қандай тақырыпта әңгімелесетінін білмейсің, олардың көңіл күйі қандай болатынын да білмейсің. Бұл өз кезегінде жағдайды алдын ала болжауды ұнататын адамдар үшін кері әсерін тигізеді. Мұндай адамдарда күн тәртібі әдетте нақты. Сағат 7-де оянып, 8-де таңғы ас ішіп, 9-дан 11-ге дейін жұмыс істейді, кейін түскі ас, одан кейін демалыс. Ал қонақтар осы жүйені бұзады. Тамақ дайындауды басқа уақытта жасауға, өз ісін кейінге қалдыруға, басқалардың ритміне бейімделуге тура келеді. Оның үстіне алдын ала болжау қиын жағдайлар туралы қорқыныш болады. Ал егер қонақ дәретханаға барғысы келсе де, онда тәртіпсіздік болса ше? Егер ол қателесіп басқа есікті ашса ше? Егер ол диванға бірдеңе тігіп қойса ше? Егер ол ескертусіз басқа біреуді алып келсе ше? Толық алаңдаушылық туындайды. Әр қонақ келуі бұл бірнеше потенциалды апаттардың алдын алу қажет жағдай. Бұл өте көп энергияны қажет етеді. Сондықтан жайлы, қауіпсіз, аз тәуекелдермен жерлерде кездескен жөн. Енді өте маңызды нәрсеге тоқталайық. Көптеген отбасыларда қонақжайлылық туралы жазылмаған ережелер бар. Және олар мүлде әртүрлі болуы мүмкін. Бір отбасыларда үй әрқашан ашық. Қонақтар кез келген уақытта келіп, бұл қалыпты жағдай. Басқа отбасыларда қонақтар нақты уақытын және қай уақытта келіп, қай уақытта кететінін алдын ала жоспарлайды. Екінші типтегі отбасында өскен адам жай ғана қонақтарды қабылдау қабілетін меңгермеген болуы мүмкін. Оған бұл стресс, өйткені ол оны қалай дұрыс жасау керектігін білмейді. Ол әлеуметтік ережелерді бұзудан қорқады. Немесе керісінше, балалық шағында ата-анасы үнемі үйді тазалауды, тамақ дайындауды және жоғары деңгейде қонақтарды қабылдауды талап ететін. Қазір кез келген қонақ келуі үлкен жұмыс пен алаңдаушылықпен байланысты. Егер шақырса, бәрі мінсіз болуы керек. Ал оған күш жоқ болса мейлі, ешкімді шақырмау жақсы. Сіздер таңқаларлық емессіздер, социопат та емессіздер, жаман дос та емессіздер. Сіздерде жай ғана белгілі бір қажеттіліктер мен шекаралар бар, және бұл толығымен қалыпты нәрсе. Бірақ егер қонақтарды қабылдауға деген тілектіңіз өмір сүруге кедергі келтірсе, себептерін зерттеп көру керек. Өзімізге сұрақ қойыңыз. Неден мен қорқамын? Ең жаман не болуы мүмкін? Бұл менің ойларымнан, әлде нақты өмірден бе? Кейде кішігірім қадамдардан бастау көмектеседі. Бір өте жақын адамды қысқа уақытқа шақыру. Сол адаммен әңгіме дүкен құру. Ой алмасып, сырласу. Сіз қонақ шақырғанды жақсы көресіз ба? Сол жайлы комментарияға жазып кетсеңіз.